Ассалаумағалейкум. Мен сіздерге өте дәмді ірімшікті салмасы бар чебуректер даярлап көрсетемін. Бисмиллах деп ең алдымен қайнап тұрған 300 мл суға 2 ас қасық өсімдік майын, 1 шай қасық тұзды салып, ерігенше араластырып аламыз. Қолыңызды күйдіріп алмай, қасықтың көмегімен 700 грамм ұнымызға осы ыстық суды құйып отырып, ең алдымен араластырамыз, кейін қолымыздың көмегімен қамырдың иінін қандырып илеп аламыз. Қамырымызды 20 немесе 30 минутқа демалдыруға қалдырамыз. Ішіндегі салмасын даярлаймыз. 3 жұмыртқаға татуына қарай тұзы мен қара бұрышын саламыз. Барынша майда етіп туралған көк жуа мен ас көкті салып араластырамыз. Және 100 грамдай шамамен 1 кесе ірімшікті салып жақсылап араластырып аламыз салмасын. 30 минут шамасында дем алған қамырымызды теңдей етіп 12 бөлікке бөлемін және домалақтап бетін ас пленкасымен жауып қоямын. Егер шеберектеріңіз кішкене көлемді болған қаласаңыздар, барынша кішкентай етіп қамырды жаюға тырыссаңыздар болады. Мен мұнда 12 бөлікке бөлдім және екі жақ шетін дөңгелек етіп жайылған қамырдың кесішкан көмегімен сулаймыз. Ортасына жеткізбей, ортасынан сәл орын қалдырамыз суламай, және астыңғы жағына биіктеу етіп көтереміз. Ішіне ожаудың көмегімен салмасын құйып аламыз. Қамырдың қалған бөлігін жабыстырамыз да, орта шетінен екі жақ шетіне баса отырып салмасын біркелкі етіп жайып аламыз. Міне дәл солай қалған қамырларды екі жақ шетін суға малынған кисточканың көмегімен жағып жабыстырып аламыз және орта тұсын астың жағынан биіктеу етіп қоямыз да, салмамыз сыртқа ағып кетпеу үшін салманы құйып орта тұсынан екі жақ шетіне ішінен жаямыз. Кішкене ғана өсімдік майын құйып, шамамен 150-200 мл қызып тұрған майға дайын тұрған шеберектерімізді салып, екі жақ беті қызарғанша қуырып аласыздар. Бұл өте жылдам дайын болады. Егер салмасын молдау етіп саламын десеңіздер, жұмыртқаның көлемін өздеріңіз ақ ірімшіктің көлемін де көбейтсеңіздер болады. Яғни көптеу етіп даярлап қойсаңыздар болады. Міне дәл осылай қалған дайын тұрған шеберектерімізді пісіріп аламыз. Біздің чебурекилеріміз дайын болды. Ақ ірімшікті салмасымен баршаңызға ас болсын. Өте дәмді, даярлап көруді ұсынамын. Біздің ас мәзіріміз ұнаса, YouTube арнамызға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде әрдайым жаңа ас мәзірі видеоларымды қалдырмай көретін боласыздар. Комментарий бөліміне пікірлеріңізді жазып, лүпілдеріңізді аямаңыздар.